Сәлеметсіңдер ме 9 сынып оқушылары? Тригонометрия бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары бар және осы алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар өздерін көріп отырғандай мінеке 1, 2, 3 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 5, 3, яғни 11-ге тең екен. Бірінші тапсырмасы өрнекті ықшамдаңыз. Мұнда өрнекті ықшамдау үшін қосу формуласын қолданамыз. Косинус альфа қосылған бетті ол ашылады. Косинус альфа косинус бетті. Альфа дегеніміз 30 градусқа тең, ал бета дегеніміз альфаға тең. Қосылған синус альфа синус бетаның көбейтіндісі. Енді мына өрнектің өзін жазамыз. Бұл бізде алымы. Енді бөлімін орындайық. Синус альфа қосылған бетті ол ашылады. Синус альфа көбейтілген косинус бетті. Қосылған косинус альфа көбейтілген синус бетта болып. Енді мына өрнектің өзін жазамыз. Енді оқушылар мұнда бізде косинус 30 көбейтілген косинус альфа, мұнда косинус 30 көбейтілген косинус альфа, екеуінің таңбасы қарама-қарсы болғандықтан екеуі қысқарады. Сонда бізде алымында қалады. Синус 30, ол 30 дегеніміз 2-ден 1-ге тең. Синустың 30 градустағы мәні 2-ден 1-ге тең, көбейтеміз синус альфаны. Енді бөлімін орындайтын болсақ, мұнда бізде синус 30, ол да синустың 30 градустағы мәні 2-ден 1, көбейтеміз косинус альфаны. Мұнда косинустың 30 градустағы мәні 9/3 бөлінген 2-ге тең. Көбейтеміз синус альфаны. Азайтамыз 9/3 бөлінген 2 көбейтілген синус альфаны. Енді мұнда оқушылар бізде мына 2 өрнек қысқарады. Және мұндағы 2-ден 1 мен 2-ден 1 қысқарады. Синустың косинусқа қатынасы мұнда жазып қоя салайын. Синустың косинусқа қатынасы қалады, ал синусты косинусқа бөлетін болсақ, бізде шығады тангенс альфа. Келесі екінші есеп косинус альфа 25-тен 24-ге тең, ал альфа бізде 3π бөлінген 2 және 2π аралығында екендігі белгілі болса, синус 2 альфа және косинус 2 альфа мәндерін табыңыз. Альфа бізде 3π бөлінген 2 және 2π-дің арасында жатыр екен. 3π бөлінген 2 дегеніміз 270 градус, ал 2π дегеніміз 360 градус. Демек бізде альфа 4-ші ширекте орналасқан. Косинустың 4-ші ширектегі таңбасы оң болады, ал синустың 4-ші ширектегі таңбасы теріс болады. Енді синус 2 альфа мен косинус 2 альфаны есептеу үшін қос бұрыштың формуласын қолданамыз. Ең алдымен оқушылар біз синус альфаны табуымыз керек. Ол үшін негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктің формуласын қолданамыз. Бізде синус квадрат альфа косинус квадрат альфа екеуін қосқан кезде тең болады 1-ге. Енді осы формуладан біз синус квадрат альфаны табу үшін 1-ден азайтамыз косинус квадрат альфаны. Енді мұндағы квадраттан құтылу үшін мына өрнекті түбірге аламыз. Сонда синус альфа тең болады 1 азайтылған косинус квадрат альфа. Бірден азайтамыз 25-тен 24-тің квадратын.
25-тің квадраты 625, ал 24-тің квадраты 576. Оқушылар мұндағы 1 деген санды мұндағы бөлшектің бөліміне сәйкестендіріп 625-тен 625 деп алсақ болады. Бөлшектің бөлімдері бірдей, ортақ бөлімге келтіріліп тұр. Яғни ортақ бөлімі бізде 625. Мұнда 625-тен 576-ны азайтатын болсақ, тең болады 49-ға. 49 7 болып шығады, ал 625 бізде 25 болып шығады. Сонда синус альфамыз, жаңа айттық, 4-ші ширекте таңбасы теріс, демек минус 25-тен 7 болады. Енді мұнда әкеп қоямыз. Екі көбейтілген минус 25-тен 7. Көбейтеміз косинус альфаны, яғни 25-тен 24-ті көбейтеміз. Сонда оқушылар мұндағы 25 пен 25-ті көбейтетін болсақ, 625 болады. Ал 2 көбейтеміз 7-ні, 14, оған 24-ті көбейтетін болсақ, 336 болады. Енді косинус 2 альфаны есептейік. Косинус 2 альфа тең болады косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфаға. Жиырма бестен 24-ті квадраттаймыз, азайтамыз. 25-тен 7-нің квадратын. Алты 25-тен 576 азайтылған 625-тен 49. Бөлімдері бірдей, сойге жазылады. Ал мұнда азайтатын болсақ, тең болады 527-ге. Сонда оқушылар бізде синус 2 альфамыз минус 625-тен 336, ал косинус 2 альфамыз 625-тен 527-ге тең екен. Оқушылар, келесі соңғы тапсырмасы мұндағы берілген өрнек үшін теңбе-теңдікті дәлелдеңіз. Мұндағы өрнекті ықшамдай келе, ол косинус альфаға тең болатынын дәлелдеуіміз керек. Яғни мына өрнекті ықшамдаған кезде бізде косинус альфа шығу керек. Енді мұнда біз келтіру формуласын қолданамыз. Котангенс 90 қосылған альфа ол тең болады минус тангенс альфаға. Көбейтеміз. Мұндағы бізде синус 270 қосылған альфа тең болады минус косинус альфаға. Ал синус альфа, яғни минус альфа тең болады минус синус альфаға. Таңбасы алдына шығады. Енді тангенс 180 азайтылған альфа тең болады минус тангенс альфаға. Ал мұндағы косинус 270 қосылған альфа тең болады синус альфаға. Сонда минус тангенс альфа мен минус тангенс альфа екеуі қысқарады. Синус альфа мен синус альфа қысқарады. Сонда бізде мұнда минус 1 қалады. Минус косинус альфаға көбейтетін болсақ, косинус альфаның өзі шығады. Сонда косинус альфа тең болады екен косинус альфаға. Сонда жауабы дәлелденді деп аламыз. Оқушылар, түсінбеген сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.